математикада керемет жаңалықтар ашып, әлемдік ғылымға алгоритм, алгебра ұғымдарын сыйлаған Арал теңізі маңында дүниеге келген Әл-Хорезмидан мынадай бір керемет сөз қылған. Егер әйел иманды болса, мұны бір деңіз. Ал егер әйел оған қоса сұлу болса, оған онда нөлді қосыңыз, сонда 10 болады. Егер әйелдің байлығы бар болса, оған тағы нөлді қосамыз, сонда әлгі онымыз 100 болады. Сонымен бірге әйел текті әулеттен шықса, оған тағы нөлді қосамыз, сонда 1000 болады. Егер ең алдындағы бір санын, яғни иманды өшіріп тастайсаңыз, мұнда бұның бәрі нөлге айналады деген екен. Түсіне білгенге керемет тәмсіл. Әрине, әйелдің тәрбиесі, оның иманы бәрі ауадай керек. Оған ешқандай дау айтқалы отырған жоқпын. Ұлттың анасы да осы әйел. Алайда атақты ойшылдың осы сөздерін оқып отырған менің ойыма әйелдің тәрбиесі емес, қазақтың өнімсіз күйкі тірлігі елестеп кетті. Мен ешқандай ғұлама ғалым немесе керемет математик емеспін. Жай ғұламаның осы сөздері тек әйелге ғана арналмаған деген ой келді басыма. Бізде жыл сайын бюджеттен миллиардтаған қаржы бөлініп, өнеркәсіпті, технологияны, жаңа инновацияны, экономиканы дамытуға, адамдардың өмір сапасын арттыруға, түрлі жиындар мен конференциялар, симпозиумдар мен жылдыраған кездесулер өткізуге жұмсалады. Жарайды, бұлардың бәрі еліміздің дамуына керек-делік. Бір организмнің ішінде өмір сүріп жатыр, кімнен нені жасырайық? Бүгін ашып, лентасын қиған зауыт бір жылға жетпей жабылып, кеше салынған жол жарамсыз болып, айқайлап жүріп салынған 100 квадрат метр тұрғын үйлердің көбі техникалық ақауы шығып, кейбірі қирап қалып жатқаны белгілі. Астық егеміз деп, оны сақтайтын қойма болмай, қаншама егін далада қар басып, шіріп жатты. Шыңғысхан әлемді әскермен жауласа, Қазақстан әлемді етпен жаулайды деп үкімет отырысында баяндама жасап, артынша Қытайға 900 теңгеге тыққыштап өткізген сол етті өз халқымыз 1500 теңгеге сатып алып жатады. Әрі қарай тізбелей берсем, сіз жалығасыз. Себебі сіз де, мен де бір елде тұрып жатырмыз. Біліп отырмын, мұның бәрі сыбайлас жемқорлыққа жаба салуға болады. Ол да дұрыс, бірақ есіңізде болсын, адам баласы бізге дейін ауырған. 1000 жерден технология дамыса да, ол ауыра береді. Қанша жерден неше түрлі дәрі-дәрмек ойлап тапсаңыз да, ауруды тоқтату мүмкін емес. Сол сияқты сыбайлас жемқорлық та бізге дейін болған, бізден кейін де бола береді. Оған ешқашан күмән келтірмеңіз. Ол ешқашан жойылмайды. Тек біз онымен ұдайы күресе береміз. Бұл бітпейтін, шеті де шегі де жоқ мәңгілік майдан. Бұл өз алдына бөлек әңгіме. Хорезми қарияның мынадай мысалына тағы мынаны қосқым келеді. Егер елімізде іргелі ғылымдар мен қолданбалы ғылымдар мықты дамыса, оны бір деңіз. Егер еліміз жаңа өзгерістер, жаңа инновациялар енгізуге құмар болса, оған нөлді қосыңыз, сонда әлгі біріміз 10 болады. Егер еліміз халқының әлеуметтік қорғалуын, денсаулығын жақсартып, түрлі жеңілдіктер енгізсе, оған тағы нөлді қосыңыз, сонда әлгі онымыз 100 болады. Сонымен қатар еліміз жеңіл және ауыр өнеркәсіпті алға қойып, экономиканы көтерсе, Күлтөбенің басында күнде кеңес өткізсе, елдің мәселесін талқыса, тағы да нөлді қосамыз, сонда әлгі 100-іміз 1000 болады. Енді қараңызшы, ең алдындағы бірді, яғни білім мен ғылымды өшіріп тастайтын болсаңыз, сіздің шет елден әкелген су жаңа технологияңыз, күн сайын өтіп жатқан жиналыс кеңесіңіз, денсаулықты жақсартам, жалақыны көтерем, экономиканы дамытам деп тыраштанған бүкіл әрекеттеріңіздің бәрі де нөлге айналып шыға келеді. Бір ғана ақиқат шындық бар. Білім мен ғылым дамымайынша ешқашан көсегеміз көгермейді. Ешқашан. Бізге іргелі және қолданбалы ғылымның дамуына, әсіресе іргелі ғылымға мемлекеттің тікелей қолдауы керек. Осы кезге дейін көзге тамызғандай етіп жырымшылаудың енді реті жоқ. Бұл соншалықты үлкен тәуекелді қажет ететін, ертең қайтпай қаладау деп қорқатын сала емес. Ғылым мен білімге құйған қаржы 10, тіпті 100 еселеп кері қайтады. Өздеріңіз білесіздер, 2018 жылы үкіметтің қорытынды отырысында игерілмей қалған миллиардтаған қаржы бюджетке кері қайтарылды. Егер осыншама қаржыны білім мен ғылымға құйсаңыздар, жиналыста терлеп, ақшаны қайда жұмсаймын деп бас қатырмас едіңіздер. Ең қызығы, жер күнді айналатын, сонау орта ғасырда дәлелден тастағанымен, Рим папалары оны ешқашан мойындаған емес. Қасарысты, қырсықты, қолынан келген бар қитұрқылықты жасады. Бірақ ақиқаттан қашып құтылу мүмкін емес еді. Амалы құрған Ватикан 1992 жылы арада 350 жыл өткенде ғана жер күнді айналатын мойындауға мәжбүр болды. Ал еліміздің болашағы ғылым мен білімге тікелей тәуелді екенін мойындау үшін бізге әлі де қанша уақыт керек?